тарапынан жетім әңгімесін оқуға кеңес беремін. Әңгімеде жетімдік, қатыгездік тақырыбы сөз болады. Шығармада 10 жасар Қасым атты баланың өмірден көрген қорлығы, аяусыз тағдыры, ең сорақысы оның өмірі өліммен аяқталады. Шығармада атаның орнын ешкім баса алмайтындығын келінінен суреттейді. Жетімдер тақырыбының өзектілігі көрсетілген. Маңайындағы ел әжесінің сүйегін үйден алып шығарда кішкентай Қасым үлкен кісі айтатын зарды айтып шешесінің үстіне жығылып айырғысы келмей құшақтап әжетай, мені кімге тастап кеттің? Мені неге ала кетпедің? Менің қалып қалғаным ба деп жылағанда сай сүйегінді сырқыратады. Сөз соңында 100 жылда бір туылатын жазушының 100 жылда бір туатын шығарманың оқу әр қазақтың міндеті деп білемін.